48-49 тақырыптар Тәуке хан тұсында қазақ хандығы. Тәуке хан Жәңгір ханның ұлы. Тәуке хан билік еткен уақыттағы оқиғалы шығыс авторларының еңбектерінде, Қытай, орыс деректеріне, сондай халық ауыз әдебиетінде кездеседі. Халық аңыздарында Тәуке хан билік еткен кезең қазақ мемлекетінің алтын ғасыры аталады. Хандықтағы тәртіпті Тәуке әскери күш есебіне ғана емес, дипломатиялық және ел басқарудағы шеберлігінің арқасында қамтамасыз етті. Бұл қасиеттер Тәуке ханның беделінің барлық 300-де өсуіне ықпал етті. Бұл қасиет оған елді біріктіріп, мемлекетті нығайтуға мүмкіндік берді. Тәуке маңайындағы ақылгөй дана адамдарды жинады. 300-дің ықпалды билері хан жанында кеңеске енді. Олар ұлы жүзде Төле, орта жүзде Қазыбек, кіші жүзде Әйтеке билер. Ұлы дала тұрғындары Тәуке хан билік еткен жылдарды қой үстінде бос торғай жұмыртқалған заман бағалауы кездейсоқ емес. Бұл дала өңіріндегі тұрақтылық, тыныштық пен халықтың жақсы өмірін жетістігі ретінде түсіндіріледі. 17 ғасырда Тәуке ханның билігі қазақтың барлық 300-іне таралады. Тәуке хан мемлекеттің ішкі жағдайын нығайтып, күш-қуатын арттыру мақсатымен жеті жарғы заңын жасайды. Жеті жарғы заңына 17 ғасырда қазақ қоғамының қажеттіліктеріне жауап берген қағидалар енді. Тәуке хан жүздер арасындағы байланыстарды ретке келтіріп, қазақ хандығының саяси ыдырауына жол бермеді. Елдің бүкіл күшін сыртқы жаудан қорғауға жұмылдырды. Тәуке белсенді сыртқы саясат жүргізеді. Бұл әкесі Жәңгір хан билік еткен тұста елшіліктерді басқарған еді. Тәуке билігі кезінде Бұхар мен қазақ хандықтары арасында үлкен қақтығыстар болған жоқ. Оның есесіне қазақтардың ойраттары мен әскери іс-қимылдары толассыз соғыс сипатында өтті. Тәуке хан билігі кезінде қазақ хандығының Ресеймен жақындасу басталады. Бұған біріншіден 17 ғасырда Қазақстан мен Ресейдің Алтайдағы шекаралары жоңғар хандығымен түйісті де, бұл жерде жоңғарлар мен қазақтар және орыстардың мүдделері тоғысты. Екіншіден, жоңғарлардың қысымымен нәтижесінде халықтың солтүстік аймақтарға көшуі басталады. Бұл Ресей бодандығындағы еділ қалмақтармен, башқұрттармен, сібір қазақтарымен тікелей араласуға алып келеді. Тәуке хан тұсында екі ел өзара елшілік алмасып отырады. Орта кіші жүздің солтүстік өңіріндегі жағдайды реттеу, өзара тұтқындар алмасу, шекаралық сауданы дамыту мен жоңғарларға қарсы бірлесіп күресу мәселелері орыс-қазақ келіссөздерінің негізгі тақырыптары болады. 17-18 ғасырлар аралығында жоңғар тағына Қонтайшы Цыбан Раптан отырғаннан кейін жоңғар хандығының сыртқы саясаты бірден белсенді сипат алады. Ол билік еткен жылдары қазақ еліне үлкен қауіп төндірді. 18 ғасырдың басында басқыншылардың қалың қолы орта жүздің солтүстік шығыс аудандарына баса көктеп кірді. Тәуке хан 1710 жылы Қарақұмда барлық қазақ жүздерінің өкілдерін жинайды. Құрылтайдың негізгі мақсаты жоңғарларға қарсылықты ұйымдастыру еді. Құрылтайда біріккен әскер құрылып, ол жоңғарларды шығысқа қарай шегіндіреді. Тәуке ханның табиғатынан басшылық қабілеті жоғары болды. Ол батылдығымен, даналығымен маңайындағылардан асып түсті, әділдігімен ерекшеленді. Бұл қасиеттері Тәукені ел арасында құрметке бөлеп, даңқын асырды. Дереккөздер Тәуке ханды былай сипаттайды. Тәуке хан ақылды адам болды және қырғыздар арасында құрметке ие болды. 19 ғасырдағы орыс ғалымы Левшин Тәуке ханды көне Спартаның ақылгөйі Ликургпен теңеген.